Ерлан Кенжебекұлы, осы біз республикалық бюджет 2024 жылы республикалық бюджетте үкіметтің резервіне 417 миллиард теңге жоспарланған. Бұл ағымдағы жылдан көлемінен 2 есе көп. Ал егер 2025 жылғы бюджетті қарасаңыздар, онда үкіметтің резерві 344 миллиард теңгені құрайды. 2026 жылғы бюджетті қарасаңыздар, үкіметтің резерві 702 миллиард теңгені құрайды. Енді бәріміз білеміз, үкіметтің резервінің негізгі мақсаты бұл бір жолғы сипаттағы күтпеген шығыстарды қаржыландыру, оның барлығымыз білеміз. Және мынау резервтегі енді қаражаттар бөлу туралы шешімді енді өкінішке орай енді үкімет парламенттің келісімсіз жаңағы қабылдайды. Енді алайда мысалы 2024 жылғы осы жылдың мынау ағымдағы шығыстарын бүйтіп қарасаңыздар, шұғыл қаржыландыруды талап ететін өзекті мәселелер бар. Мысалы айталық, кейбір ауылдарда жол жоқ, мысалы балабақша, емхана, сол сияқты мынау мектептермен нелер тапшылықтар орын алып отыр. Мысалы мен өзім сайланған Алматы қаласында құбыр, канализация жүйелерімен үлкен тапшылықтар орын алып отыр. Өкінішке орай осы республикалық бюджетте соған жіберілетін шығынды байқамадық. Не болмаса ақшаның тапшылығы байқалып отыр. Осыған орай Ерлан Кенжебекұлы, мен сұрағым, маңызды жобаларды қаржыландыру керек болып тұрғанда, неліктен үкімет шығыстардың біраз бөлігін резервке салады? Микрофон қосыңыз, Бақытжан Базарбек. Аяқтаңыз. Рахмет. Қандай күтпеген мәселелерді үкіметтің резерві есебінен шешуді жоспарлап отырсыз? Әлде біз білмейтін бір сиқырлы шаруалар бар ма? Рахмет, осы сұрақтарға жауап беріңізші. Ерлан Кенжебекұлы. Құрметті Бақытжан Жұмабекұлы, бұл жерде ешқандай сиқыр жоқ. 417 миллиард теңге өзіңіз айтып отырған 2024 жылға қарастырылған қаражаттың барлығы бұл үкіметтің резерві емес. Әрине қазір ол резерв бабында тұр, бірақ дегенмен де өздеріңіз білесіздер, мынау депутаттармен ақылдаса келе 56 миллиардты біз қазір ауыл ел бесігі және басқа да өңірлерді дамытуға осы мәжілісте бөліп отырмыз. Бұндай бөлу сенатта да болады. Онымен қоса біз 200 миллиард теңге қаражатқа құжаттары жоқ болғаннан кейін осы резервте ұстап отырмыз. Себебі оларды қазір отыруымызға бізде мүмкіндік жоқ. Бірақ олардың құжаттары дайын болады. Атап айтатын болсақ, мынау қазір өздеріңіз білесіздер, интернетке байланысты ұлттық жоба әзірленуде, ол 24 жылдың басында күшіне енеді, оған қаражат керек. Одан кейін ауылдағы денсаулықты жаңғырту бағдарламасы бойынша кейбір ауруханалардың әлі құжаттары түгел емес, соны да біз резервте ұстап отырмыз. Одан кейін жайлы мектеп бағдарламасының 1 қыркүйектен бастап мектептер іске қосыла бастайды, соларды қамтамасыз етуге қаражат керек. Және де президент тапсырмасыменен өздеріңіз білесіздер, мына су қоймаларын және су жолдарын, каналдарды жаңғыртуға және салуға қаражат керек. Олардың да құжаттарына өңірлер дайындап жатыр, солар дайын болған кезде біз оларды бөлетін боламыз. Дегенмен де сіз дұрыс айтып отырсыз, мынау келеңсіз жағдайды айтып білу мүмкін емес. Биылғы жыл біз үшін үлкен сабақ болды. 2023 жыл басталғаннан бері Павлодар, Екібастұз, Риддер кезек-кезек орын алды. Біз осы олқылықтар жою үшін және де ауыл шаруашылығындағы келеңсіз оқиғаларды жою үшін қазірдің өзінде үкімет резервінен 170 миллиардтай қаражат бөлуге мәжбүр болып отырмыз. Сондықтан да осы жағдайларды ескеретін болсақ, қазір біздің таза үкімет резервінде биылғы жылғыдан келесі жылы 2 есе аз қаражат қалайын деп отыр. Бірақ дегенмен де біз енді мүмкіндігінше түзету немесе нақтылау кезінде бұл мәселелерді реттеп отырамыз. Рахмет.